Екінші тарап? Кім ол екінші? Сіз жұмысшы тарапынан, жұмыскер тарапынан арыз беріп отырсыз. Сіздің арызыңызға жауапты жұмыс беруші өзінің өкілімен бірге. Басқа ешкім жоқ, комиссия мүшесі сіз. Жұмыс беруші директор ма? Тоқтай тұрмыз. Ол еңбек кодексінің қай бабында жазылған? Келісу комиссиясында осындай жұмыс беруші мен комиссиясында барлық нелер Гүлназ ханым былай, еңбек кодексінің қазір еңбек кодексін ашсаңыз, мүмкіндік болса, 159 статьяны қараңызшы. Сорадан негіздеп берсеңізші жаңағы нәрсе. Қазір еңбек кодексі басқа демесе мектептің ішінде тұрсын, біз мектепте Сыртында отырайық. Директор, администрация, директор шығарып отырма, ол жауап берсін керек. Оны қазір сосын шешіп алайық. Егер олар шығарып келсе, Сізге бөлек аламыз, олардан бөлек алайық. Олай ма? сіз комиссияда отырсыз ғой, бірақ? Иә, отырмын. Аха, комиссияға қандай заңға негізделеді? Құрылу барысы? Айтпаймын ештеме, Айтпаймын. сосын қолыңдағы соттың таста. Ол сіздің өтінішіңіз ба, или заңды талауыңыз ба? Жоқ, заңды талауыңыз ба, или өтінішіңіз ба деймін? Сотқын таста деген. Жоқ, жабық. Қазір келісім, сосын екі жақтың келісімін алайық. Егер де жоқ, Кімнің келісімін алуыңыз керек? тыңдасаңызшы, бірінші мен екі жақтың келісім теңдей құқықтарын сақтай отырып, еңбек дауларына сәйкес, қазір көрсетіп бере аламын. Еңбек дауларына сәйкес жұмыс беруші мен жұмыскердің құқықтарын сақтай отырып, бұл жерде келісім алайық. Жоқ, жеке-жеке. Тоқтай тұрыңыз, жұмыскерлердің құқығын сақтаймыз ба, или Айдостың мәселесі бойынша қараймыз ба? Жұмыскермен, енді мен жұмыскерлердің жұмысында шаруам жоқ мен. Мен жеке келіп отырмын, Айдос, Өзбекбай Айдостың жұмыс дауына қатысты. Мен жұмыскер емес, ол жұмыскерлердің мәселесін қарап жатқан жоқсыздар ғой сіздер. Сіздер қазір осы мектепте жұмыс істегеннен кейін ол жұмыс істеді, заңсыз шығарылды. Енді сол бойынша қазір сіздерге комиссия құрылып отыр ма? Сол комиссияға сіздер мүше болып отырсыздар. Жақсы, күтейік. Директорды күтеміз. Қарсы болсаңыз қарсы бола беріңіз. Жақсы, бізде де бар. өтінішіңіз ба, или заң талауыңыз ба, апай? Бәрімізде де бар. Ол келісіммен шешілетін шығар, екі жақты тараптың, Директорден сұрайсыздар ғой, апай? Бұл жердегі нәрсенің барлығы болған жайттың бәрі бұл жерде отырған барлығын дауысқа салып отырып келісіммен шешілетінін айта кеткім келеді. Сол төңіректе қарап Өтініштеріңіз заңға негіздеңіздерші, өтініш. Ешқандай заңға мен әлеуметтік желіге салуға, бейне жазбаны түсіруге біз қарсымыз. Жақсы. еңбек дауларына несін көрсетпейсіз бірге. Мен осылай беттеп жақсылап тұрып даудамай кетейік. Басқа еш нәрсе емес. Онда несіне күтіп отырық? Онда асып кетті уақыт. Келмесе болғанда ондан асып кетті уақыт, бастай берейік. Жоқ, келсін күтейік. Қазір мен сізге жаңа нені алып берейін деп.
мемлекеттік кәсіпкер көріп алыңыз. Еңбек дауларына біздің ереженің қандай нелер қалады және мына жерде өзіңіз Енді қараңыз. Еңбек дауының тарапы ретінде жұмыс беруші мен еңбек қатынастарында тұрған қызметкер, сондай-ақ еңбек шарты бұзылған қызметкерлер мен және жұмыс беруші тарапынан жұмыс қабылдаудан бас тартылған үміткерлер болуы мүмкін. Тоқтай тұрыңыз, енді қараңыз. Еңбек ережеңіз ғой сіздің. Ережеңізді кім бекітті? Ұжымдық шарт. Енді қараңыз, ұжымдық шарт. Тоқтай тұрыңыз, ұжымдық шарт қой. Енді қараңыз, мынау еңбек кодексінің заңы. Жеке дауларды қарау тәртібі дейді 15-ші тарау. 159-ші баптың 3-ші тармақшасын оқыңызшы. Келісу комиссиясын қалыптастыру тәртібі және оның қызмет беруші мен жұмыскерлердің өкілдерінің арасында жасалатын келісім комиссиясының жұмысы туралы келісімде не ұжымдық шартта айқындалады. Ұжымдық шартта айқындалады депті. Ұжымдық шарт міне осы бізде. Тоқтай тұрыңыз, әрі қарай оқысаңызшы енді. Сізге көрсете аламын осыны. Тоқтай тұрсаңызшы, әрі қарай оқысаңызшы, не жазылған? Келісу комиссиясының жұмысы туралы келісімді ұжым шартта соны оқыдыңыз ба? Енді қараңыз. Келісу комиссиясының отырысын ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отыра өткізуге жол беріледі. Мұндай жағдайда келісу комиссиясы мүшелері және де өзге де тұлғалардың қатысуымен электронды цифрлы қолтаңбамен немесе авторизацияланған жұмыс берушінің отырыс жазбасын сақтауын өзге де электронды тәсілмен расталады дейді. Электронды тәсілмен дейді. Заңда осылай жазылып тұр. Ал енді қараңыз, заңның жазылған нәрсесі бойынша енді ережені бекіттіңіздер ме? Ереженің бекітілгені туралы қайтадан онда ұжымдық шартты алып келіңіздерші, танысайық. Ұжымдық шартты оның барлығы ертең сотта. Алып келсеңіздерші енді. Жоқ, қайтадан алып келсеңіздерші енді. Болдық па? Сен. Жақсы. Бейне жазба жүргізілді. Бірақ то, что жүргізілген нәрсе әлеуметтік желіге түспеу керек қой. Сізге егер де осы отырыстың бейне жазбасы керек болса, флешканы копиясын жасап берейік. Тоқтай тұрыңыз. Енді сосын отырыс барысында айтып бастамай тұрып енді не қылайық та, онда запись жасайық та, запись жүргізейік та. Егер келісіп алайық, егер де записьті ортақ жасайық, және де осы жерде бір ғана запись болады, және де оны ешқандай қырқылмастан екі тарапқа да теңдей берілетін осыған келісейік. Осы жерде болған жайттың барлығы ешқандай қырқылмастан екі тарапқа да теңдей құқын сақтай отырып берілетінге келісейік. Келісіммен. Оны бірақ сотта, енді қандай да бір заңды органда сол үшін ғана қажеттілік мақсатында пайдалануға. Осыған келісейік. Ал бірақ осы жерде отырып барлығымыз камера ұстап отырсақ, бұл бір-біріміздің құқығымызға қайшы келетін. Осыған келісейік. Тараптар, не дейсіздер? Дауысқа салайық. Камера бүгінгі отырса түсірілсін бе, түсірілмесін? Рұқсат па? Мен өзім бірінші таныстырып өтейін жаңа. Мен облыстық адвокаттар алқасының мүшесімін, адвокат Серік Жұбатовпын. Жұмыс берушінің жеңімпазы бойынша қатысып отырмын. Жаңа бұл жерде түсіндірме беріп жіберейін. Бұл енді келісім комиссиясының отырысы мекеменің ұжымның жабық жиналысы болып есептеледі. Сол себепті мына бейне жазба жөнінде ол егер келісім комиссиясының ережесінде көрсетілсе, бейне жазба жазу жөнінде көрсетіліп, осылай жазуға болады десе, немесе осы келісім комиссиясының тараптарының қатысуына қарсылық болмаса, бейне жазба жүруге болады. Қалған уақытта бейне жазба жүруге тыйым салады. Оны өздері шешесіздер. Онда дауысқа салайық, егер бейне жазба түсірілсін десеңіздер. Тараптан түсіруге келсек та, сіздер не дейсіздер? түсіріп отырмын мен уже. Мен түсіріп отырмын уже, иә. Мен түсіріп отырмын. Бір ғана видео жазып, соны екі тарапқа да Ау? Сіздің жеке сотыңызбен сүруге біз қарсымыз. Аха. ортақ. Жақсы. Аха. Жақсы. Енді мен бастайық. Тоқтай тұрыңыз, бастамай тұрып тоқтай тұрыңыз, енді қараңыз. Жаңа Серік Жұматов аға, иә, есіміңіз? Жұбатов, иә? Енді қараңыз, Серік аға кімнің адвокаты? Жұмыскер кім? Жұмыскер мектеп басшылығы. Мектеп басшылығы. Келісім шартыңыз немен таныса аламыз ба? Отырған? Келісім шартты келісім комиссиясы төрағасына берілген, мен сенім. Біз таныса аламыз ба енді бірақ? Жоқ, оны тек сотта танысасыз. Бұл жерде оны қазір мен тексеріп жатқан жоқсыз. Онда сіз сөйлемейсіз ғой бұл жерде қазір. Жоқ, бұл жерде келісім комиссиясының төрағасына тапсырылған сенімхат мен келісім шартым. Дұрыс қой, енді сіз қазір енді бұл жерде сіз тақырыпты бұра бермеңіз. мен бұрып жатқан жоқпын. Мен бірінші танысып алайық та бірінші. Жоқ, бастайды ма, бастамаймын. Тоқтай тұрыңыз. Сіз менімен таныстыңыз ғой бірінші отырыста, дұрыс па? Бүкіл құжаттарымды бердіңіз.
мен сіздің бүкіл құжаттарыңызды алып таныстым. Енді бұл кісінің де әрекеттерімен таныса аламыз ғой. Сіз ондай қылып бүйтіп жиналысты бұрмаңыз. Бұл жерде Жиналысты бұрып жатқан жоқпыз аға. Сіз соттап отқан жоқсыз ғой сіз. Соттап отқан жоқсыз ғой. соттап отырайын, басқа да Иә. отырайын, сенім хат берілген. Кімге? Кімге? Төрағасына берілген. Аха. Келісім шарт жасалған. Бұл жөнінде енді ешқандай заңды бұзушылық. Мен қазір сізге ана құжатымды көрсетеді екенмін, мына құжатымды көрсетеді екенмін, тағы қандай құжаттарды көрсетеді. Мен ол сіздің алдыңызда есеп беруге міндетті емеспін. Сотқа беріңіз, сотта, пожалуйста, барлық құжаттарды. Сотқа барамыз иә. ендеше Таныса аламыз ба, таныса алмаймыз ба, соны айтыңызшы. Танысамайсыз болды. енді қарсылық білдіріп отыр, салмайсыз дейді. Мен де сіздің оған таныстырып жатқан басты Жақсы, иә, бізге келісім. бастай беріңіз иә. Екіншіден, сіз жаңағыдай қарсы болсаңыздар, егер бұл кісі әлі жалғастырып жатыр, онда күзет бар ма, жаңағы полиция қызметкері бар ма, барып тоқтатуларыңыз бар. Бейнежазбаға қарсымыз. Сізге береміз. Міне комиссия мүшесіне қарсымыз. Полный бейнежазба. Бұл жерде ештеңе жасыратын жоқ. Бұл ұжымның осында ішіндегі дауы сыртқа шықпау керек. Өз іштеріңізде шешіңіздер. Сот бар, жоғарғы тұрған орган бар, өздеріңіз барсыздар, ұжымның коллективі бар, коллективтің нелері бар. Сондықтан оны сыртқа шығару мен міндетті емес деп ойлаймын. Не айтасыздар? Әйтпесе бәрі Видео түсіруге қарсылық білдіріп отыр. Біз түсірмесек, онда сіздер де түсірмеңіздер. А біз түсірсек, полный Мен сізге айтып тұрмын, ортақ мына жерге камера қояйық. Сол камераны ешқандай үзіліссіз екі тарапқа да берілетін етіп запись жасау. Қойсаңызшы енді. Ешкім бедер келтіріп жатқан жоқ қой сіздің қоюыңызға. Бірақ мынаға қарсы шығып отыр. Егер Кім? Енді қойсаңызшы бірінші деймін. Сіздер қойыңыздар бірінші. Иә. сол келісіп алайық. Сосын келісіңіз, енді қараңыз. Келісім ба, запись түсіріліп болғаннан кейін, жиын біткеннен кейін сразу бізге жазып беріңіздер. Міндетті түрде. Екі тарапқа да теңдей етіп. Қазір телефонды olsun қамауға, бәрімізді тұрады, қамауға. Сіздікі де солай. Талап қоя алмайсыз апай өйтіп. Түсініп отырсыз ба? Талабыңыз сіздің заңға негіздеңіз. Талабыңыз заңға негізделмейсіз ба? Ол талап өтінішіңізді қабылдай алмаймын мен. Төраға айтыпты ғой. Төраға ол сізге төраға, маған төраға емес ол. Неге барлығы? Ол сіздердің ұжымдық келісу комиссияның төрағасы. Ортақ жиналыс. Иә, ол менің төрағам емес бірақ. Сұрақ жауапты қазір камера келеді. Иә, вот тамаша. Сондықтан камераға түсірілмегендік жөнінде барлығы сол камераның көзінше барлығы сақталып, сосын әрі қарай жалғастырса. Сөзі шығаратын келісімдер өздеріңіз құжаттармен таныса отырып шығарасыздар. Bir vaqt qana tutib qo'yib bor nechta? Бар. Bir vaqt qana tutib qo'yib. O'tir. Иә, жалпы сөйлеудің сосын сөйлеген Қашан сөндір дегенше ешқандай үзбейсіз. Иә, Бастады ма? Қайырлы күн. Құрметті келісу комиссиясының мүшелері және жұмысшы және жұмыс беруші тарап өкілдері. Бүгінгі күн тәртібінде арыз иесі Өзбекбай Зейноллаұлының 19 ақпан 2026 жылғы нөмір 9 санды еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтың күшін жою сотқа дейінгі талабын қарау мәселесінің екінші отырысы. Бүгінгі отырысты бастамас бұрын бүгінгі комиссия мүшелерімен таныстырып өтейік. Жұмыс беруші тараптан арнайы бекітілген Ағыбаева Қуашгүл Нұрғұлқызы, Өзелбаева Ұлмекен Қырназарқызы, Жұмаділдаева Жанат Ибрагимовна және Молдағажиева Сәуле Дәулетқызы. Және де жұмысшы тараптан Оспанова Рахима Несіпбаевна, Дурманова Фируза Нұралиевна және Ноғаева Гүлназ Оразбекова бүгінгі келісім комиссиясының хатшысы және Төлемісов Зелбек Маратбекұлы. Және ол мен келісім комиссиясының төрағасы. Бүгінгі отырыс барысында аталған мәселе бойынша тараптардың түсініктемелері тыңдалып, ұсынылған құжаттар қаралып, зерттеліп, заңға сәйкес шешім қабылданатын болады.
сонымен қатар отырысты бастамас бұрын комиссия мүшелері тараптарынан және тарап өкілдерінің келісу заңнамасын ұжымдық және еңбек шарттарын жұмыс берушінің актілерін қолдануға байланысты басқа да жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі міндетті орган болып табылатындықтан келісу комиссиясы отырысының бейтарап әрі әділ өтуін қамтамасыз ету мақсатында отырыс барысында бір-бірімізге барынша сыйластық танытып, әдебінен озбай бір ғана барлық тараптардың келісімімен бір ғана бейне жазбаға түсіріліп, және оны тек құқық қорғау орындарының, яғни арнайы органдарда ғана қажетті жағдайда қолданылуын талап етемін. Егер де бұл талаптар орындалмаған жағдайда арнайы құқықтық шара көзделетінін, яғни шағымданатынымызды ескертеміз. Алдымен бүгінгі отырыста жұмыс беруші тарап сөз берейік. Сіздер бүгінгі мен енді жаңа таныстырып өттім ғой өзімді. Сөз бергеннен бұрын мен мына шағымданушыға сұрақтарым бар еді. Рұқсат болса. Ендеше шағымданушы жағын тыңдайық бірінші. Болмаса сол шағым жазған бұл кісілер ғой. Бұл кісілер өздерінің уәждерін бірінші отырыста бұларға сөз берілген. Шықсын, мен енді естігенім жоқ. Екінші отырыста сіздер сосын рұқсат болса сұрақ қойсам деймін да. Ендеше бірінші сіздер өздеріңіз бүгінгі тақырып аясында, яғни бүгінгі тақырып өздеріңіздің күн тәртібінде арыз иесі Өзбек Байгөз, яғни сіз 19 ақпан күні 2026 жылы нөмірі 9 сан еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтың күшін жою, сотқа дейінгі талабын қарау. Яғни осы төңіректе өзіңіздің қандай уәжіңіз бар? Уәж ба? Тоқтай тұрыңыз, қараңыз. Бірінші жаңа айтып отырсыз, бүгін бізге сөйлеуге мүмкіндік беріле ма, берілмей ма? Кімдерге? Біз тарапқа, жалпы Айдостың тарапына сөйлеуге, жалпы уәжін білдіруге мүмкіндік беріле ма қазір осы отырыста? Енді сіздер беріп тұр ғой. Жоқ, сіздерге мен айтып жіберейінші. Сіздерді кеше сенімді өкілсіз өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Жоқ, беріле ма, берілмей ма? Бірінші вопрос. Мен сізге сенім хатты өткен жолы берген, сенім хатты бердіңіз, бірақ мен сізге ескерте кетейін. Оның ішінде арнайы осы комиссия, комиссияның ішіне деп жазылмақ. Жазылмақ, сосын? Жазылмақ. Сондықтан сізге отыруға, бірақ сөйлеуге құқық берілмейтін ескертеді. Бірақ оқуға, яғни мына жерде тыңдап қасына отыруға құқық беріледі, бірақ сөйлеуге құқық берілмейді. Сенім хаттың ішінде арнайы сізге күліп өтпеді. Енді бұл кісі өкіл болғасын енді сөз бірақ негізінен ана біз жаңа Зейнолла ма, Өзбекбай ма, сол кісінің шағымның мазмұнын таныстырсақ деймін, соны айтып берсін енді. Оның барлығының басында өкіл жоқ қой, қалай болды, қалай жаңағыдай ауырып қалдың, қалай жаңағыдай арыз жаздың, соны айтып берсе енді ол өзінің түсінігімен. Келісім комиссиясының тараптарына бұл жүйеліге құжаттарды таратуға рұқсат етіңіздер. Уәжіңізді айтсам болады ма? Болады. Кімді? Адвокат пен жаңағы директордың келісім шартын бересіз бе? Осы ұжым. Танысында енді. Танысында. Сіздің сұрағыңызға жауап берсін. Тоқтаңыз, бұл жерде сіздің танысатын директор жоқ. Бұл кісі енді бұл кісіге сенім білдірмейсіз ба? Жауап беруге міндетті емессің онда. Сізге де міндетті емеспін жауап беруге. Сізге де міндетті емеспін жауап беруге. Онда хаттамаға арызданушы жауап түсіріп беруден бас тартты деп көрсетіп қойыңыздар онда. Кімге түсініктеме беруден? Кімге беруің керек місің? Жерде тыңдаңыздар. Сіздер қазір адвокатта емес. Сіздер арнайы келісім комиссиясында қаралсын деп өтініш бергенсіздер. Тоқтай тұрыңыз. Сіз ғой, енді соған байланысты комиссия құрылып бүгінгі. Сіздің Әли Мүслім. Соған байланысты келісім комиссиясы құрылып. Қараңыз, сұрақ қойсам болады ма сізге? Қараңыз, Дүзелбек мырза, бүгінгі келісу комиссиясының төрағасы ретінде сізге сауал. Бірінші сауал мынандай. Сенім хатта берілген қалалық білім бөліміне деген облыстық білім басқармасына деп беріліп тұр. Енді қараңыз, Әли Мүслім атындағы 101-ші орта мектеп осы
екі бөлімге қарасты ма, қарасты емес па бірінші? Қарасты, Қарасты ғой. бірақ бұл Қарасты жерде ғой. келісім комиссиясы Аха. бөлек орган болып табылады. Сіз ешқандай орган болып табылмайды, жақтаушы емес, иә? жақтаушы да емес, Енді тоқтай тұрыңыз. бөлек орган болып табылады. Мектеп қарасты ғой. Мектеп қарасты ғой. Мектеп қарасты. Қарасты, тоқтай тұрыңыз. Сен ол жағын, Иә. ол жағын Сен шешімді білдіріп шығарсың. Мынау мінекей мен өзі көрсетіп. жұмыскерменен жасалған келісім шартым. Оқырсам болады. Жоқ, оқушылықтарға бермеймін. Принципиально бермеймін, себебі мынау сенім бар. Кімге берілген? Жұмыскердің. Танысы кімге берілген? Кімге берілген танысуға болады ма? Кімге берілген екен? Жоқ, стоп, өзің ұстап тұра берсеңіз. Болмаса өзіңіз оқып беріңіз онда. Иә. Ұстамай ақ қояйын. Мен одан Ерлан Теңізбаевич келіп келеді де, бұл сенімхат арқылы Жұбат Серік Демеубаевичқа осы жаңағы келісім комиссиясына басқа сот органдарына қатысуға құқық берілген. Мынау келісім шарт жасалған мінекей. Мынау келісім шарт екі жақ қол қойған. Аха. Мінекей мына Боданыққа берілген. Одан шақырсаң комиссиядан. Онда Дұрыс, тоқтай тұрыңыз. Өткен отырыста сөзін аяқтап жіберейін. Өткен отырыста мен сізден сенім хатпен қоса Одан иә, өзіңіздің айтқан заңгермін деп таныстырдыңыз ғой. Солай ма? Сағынов мырза. Сағынов мырза, менің сөзімді тыңдап отырсыз ба? Сағынов мырза, менің сөзімді тыңдап отырсыз ба? Өткен неде отырыста, бірінші отырыста сіз өзіңізді заңгермін деп таныстырдыңыз. Және де заңгер сенім хатта ол көрсетілмегендіктен мен сізден сол заңгер ретінде құжатыңызды көрсете аласыз ба дегенде сіз көрсетпеймін дедіңіз. Енді мен сізге жаңа сенім хатта арнайы бүгінгі комиссияда сөйлей алмайтыныңызды жаңа ескерттім. Бірақ қасында отырыңыз, ақпарат бере аласыз және Өзбекбай Айдостың өзінің ғана өзін айта алатынын айтты. Заңға сәйкес. Енді мен сіз туралы ақпаратты да ол тарапқа да бере алмаймын. Дұрыс, бере алмайсыз ғой. Сіз туралы ақпаратты кетіріп отқан жоқ. сіз туралы ақпаратты бұл жаққа да бере алмайтынын ескертемін. Мен дұрысын. Біз тақырыптан шықпайық та уәждерімізді толық ескереміз. Біздің мақсатымыз бейтарап заңға сәйкес шешім қабылдау. Дұрыс? Сұрағым бар қой өзімде. Жаңа келісімшартпен таныстырып отыр адвокат. Келісімшарт Боданов мырзамен екеуінің арасында жасалған келісімшарт екен. Комиссияға мүлде қатысы жоқ. Значит, бұл кісі бұл жерге де қатысы жоқ деген. Жоқ, қатысы жоқ емес, себебі жұмыскер, ол жұмыс беруші сізге қатысты бұйрықты сол кісі шығарып отыр. Сол кісінің ұжымның басшысы есебінде қатысып отыр. Ал келісім комиссия оны қабылдай ма? Қабылдай ма, қабылдамай ма? Енді қатысып отырады. Қатысып отырады, ешқандай дау көтерілмейді. Сұрақ, келісім комиссиясында сенің бардалық дегенді естіген жоқпын. Онда сіз ше былай айтып жіберейінші. Сіз айтып тұрсыз ғой, сөйлей алмайды, құқығы жоқ деп юристтің. Сол сияқты бұл кісі де келісті ма, Бодановпен келісімшарт қойылды ма, бұл кісі де пікір айта алмайды, сөйлей алмайды, отырады тек қатысады. Неге сөйлей алмайды? Мен сөйлеймін. Онда бұл кісі неге сөйлей алмайды онда? жоқ, мен сізге айтпаймын. Егер де сөйлейін десе сөйлейін. Бірақ мен талап қойып тұрмын сізге. Мына жерде сенім хатта сөйлеңіз, бірақ ертеңгі күні егер ол құқық бұзушылық болып табылатын болса, ол заң алдында өзі Жоқ, біз былай жаңа айтып келістік қой, біз дауласпайық. Енді мен жаңа Зейнолла алдына сұрадым, өзіңіздің уәжіңізді айтыңыз дедім. Ол кісі айтпаймын деп отыр. Оны хаттамаға түсіріп қойыңыздар. Енді ол кісінің өкіліне сұрақ қоюға болады ма? Өкіл жауап бере аласыз ба сіз? Мен бір-екі сұрақ қоямын, көп сұрақ. мен сөйлемеймін, сөйлемейсің. Бұл кісі де онда бас тартты деп сұрақ қойыңыздар. Ал енді мен ол бас тартқан жоқ, оған ол кісіге мен өзім тыйым салып тұрмын сөйлеуге. Бірақ қасында отырып, заңды түрде ақпарат беруіне ешқандай ниет тұрған жоқ. Ал олай болса енді бұл кісілер сөйлемесе, енді өзіңіз сол күнгі болған жағдай бойынша 17 күні жұмыста болмағаныңыз туралы, не себепті болмағаныңыз туралы, немесе заң бұзушылықтар болған болатын болса, сол туралы өзіңіз қысқаша айтсаңызшы, сөйлемеймін деген болмайды ғой. Болмайды ғой ол енді. Сіз келісім комиссиясына жүгіндіңіз. Немен келіспейсіз? Бұйрықтың қай жермен келіспейсіз? Соны айтып берсең. Бірінші өткендегі келісім комиссиясында барлығы айтылды ғой осы жерде. Сол жерде айтылды уәжінің бәрі. Келісім комиссиясында ешқандай сөз сөйлеген жоқ. Өзіңіздің өкіліңіз де куә, басқалар да куә. Сондықтан ештеңе айтпаймын, өкіліңіз сөйледі. Өкіліңіз бірақ мен қойған сұрақтарға сауалдардың жөнінде ешқандай ақпарат бермеймін заң алдында деп айтқан болатын. Бірақ сол өзім осы кезде ой туындайды ғой, онда бізге неменесіне жүгіндіңіздер? Біздің мақсатымыз, жаңа айттым, бейтарап күйде сіздің уәжіңізді және де жұмыс берушінің екеуін уәжін қарап, осы жерде дұрыс бұрысуын өзіміздің әліміз келгенше заң аясында шешім шығару. Ал оның дұрыс бұрыстығын заң шешеді. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер.
айтқан түсінікті ме менің? Біз жаңағы ешқандай бір саған қарсылық істеп, сені жұмыстан шығарып тастайын деп, немесе сенің соңыңа түсу деген мақсат жоқ бізде. Біз сені түсінісіміз келіп отыр, сен өзіңнің ойыңмен, өзіңнің не істеп не қойғаныңды, неге жұмыстан қалғаныңды өзің түсіндірсең, ойың мысалы сол. Иә, так айтайын уәжімде. Сол күнгі акт толтырылған кезде менде актілер көрсетілген 5 сағат 30 минут деп көрсетілген. Мен сол нәрсеге келіспеймін деп кеңесем шағымдандым. Иә, өйткені себебі 11-ші сынып, барлықтарыңыз білесіздер, ұбт-ға алдырып тастаған. Оған ешқандай пән еңбегі болсын, МВП-сы болсын, денесі болсын, ол пәнді өтіп жатқан жоқ алайда. Мені шығарып жібергеннен кейін барып қойды деген не бар? Естуім бар солай. Сол нәрсеге сол уәжім бар болды. Алдын-ала ескертілген жоқ сізге. Сізге алдын-ала ескертілген жоқ па? Алдын-ала ескертілген жоқ ештеңе. Актілеген жағдайда да маған мысалға мен осы жерде жүргеннің өзінде азында 19 күні мен азында келдім, басшымен сөйлестім, маған ешқандай жұмыстан шығасың деген әңгіме айтылған жоқ. Иә. Түсініктемені жазып бер деді, жазып бердім. Ары қарай сабағыңды, Дина Әуесханова сабағыңа бара береді, сабағыңды бергізді түске дейін. Түстен кейін сағат 4 па 5-тің шамасында актілер писап жұмыстан шығарып жіберді мен. Мен көз алдымда жүрген мені неге сол жерде ескертпейді? Келіңіз сіз жұмыстан шығасыз деп актімен таныстырып. Одан кейін де шығып кеткеннен кейін де мен басшыға келдім, алдына отырып актімен танысайын десем, алып ана жерде келсем, келіспеймін дегенге келіспей жаза қояйын десем, қолымнан жұлып алды. Сен көрмейсің, анаусын, мынаусын көрмейсің деді да аппаратта өзінің сейфіне құлтақ қойды. Мен соның бәрін қудалау мақсатында жасап отыр деген негізге алып отырмын. Өйткені бір ай бұрын сағат мәселесінде де мен арызданғанмын, қалалық білім бөліміне де, облыстық білім бөліміне де. Бастауыштағы, яғни дипломы жоқ, маман емес мұғалімдер денеге берілген сағатты өздері беріп жүр, ол сағатты біздің мұғалімдер сағат аздығына байланысты дәл солай шағымдалғанмын. Сол шағымды негізге ала отырып, қудалау мақсатында мені осылай жұмыстан шығарып жіберді. Айдос мырза, бір сұрағым бар. Осыған дейін сізде осы жұмысқа байланысты қандай да бір сіздерге жаза қолданды ма, тәртіптік жаза? Ауызша болса жаза. Жоқ, мүлдем, мен ондай, мен тәртіп бұзған емеспін, мүлдем. Басқа сұрақтар. Айдос мырза, сізге сұрағым бар. Жоқ, сіз былай қылсаңыз, өзі жауап берсін де, ол сіз Жоқ, былай, кім Серік Жұматов мырза, былай, біріншіден Қазақстан Республикасының азаматымын мен, біріншіден. Екіншіден сенің білдірілген өкілім ба? Бұл жерде келісу комиссиясы болсын, болмасын, жазылсын, жазылмасын, мәселе ода емес. Мәселе бұл жерде білім басқармасы тұр, біріншіден. Екіншіден қалалық білім бөлімі тұр. Осы жерлерде мен пікір айтуға, пікір білдіруге құқылымын. Енді қараңыз, тоқтай тұрыңыз, Серік Жұматов мырза. Сіз бөлмеңіз, тоқтай тұрыңыз. Сіз мені бөліп отырсыз. Орныңызға барыңыз. Сіз мені бөліп отырсыз. Орныңызға барыңыз. Орныңызға тұрып бере аласыз. Орныңызға тұрып бере аласыз. Сізге сөз берген кезде мен сізге сұрақ қоюға рұқсат па? Сен бөле бермеңіз біріншіден. Жоқ, сіз бөліп отырсыз мені. Сіз бөліп отырсыз. Сіз бөлмеңіз, тоқтай тұрыңыз. Былай қылайық. Сұрақ қоюға рұқсат. Қазір тоқтай тұрыңыз. Комиссия құрылды ғой. Комиссияның несі қайда? Хаттамасымен таныса аламыз ба бірінші? Қайттан бастайық. Таныса алмаймыз ғой. Тамаша, жолданады ғой. Енді қараңыз. Тоқтай тұрыңыз. Сұрақ қоюға бола ма жаңа? Болады. Болмайды, жауап бермейсің, бермей ақ қой. Бір-бірімізді тыңдайық. Өйткені қара, комиссияға қатысы жоқ. Бодановтың өкілі ғой. Білем ғой, мен жауап беремін. Жұмыс берушінің өкілі мен жұмыс беруші аттан келіп отырмын. Комиссияда бар ма ол кісі? Кім? Ол кісі бар ма? Комиссияда жоқ. Жоқ па? Онда сіз пікір білдіре алмайсыз ғой. Бұл жабық отырысқа қалай қатысып отыр бұл? Жоқ, жабық отырысқа қалай қатысып отыр деймін. Сіз олай Жоқ, жабық отырысқа қалай қатысып отыр? Комиссияда мен біткен жоқпын сөзімді. Сөзімді біткен жоқпын әлі. Бөлмеңіз сөзді. Сіз сөзді бөлмеңіз. Өзіңіз бөлмеңіз. Сіз олай. Сіз отырыңыз. Бір кісіден сұрақ сұрайық. Егер жауап берсе берді, бермесе онда. Орныңызға барсаңызшы бірінші. Мен көрсетсем. Онда указать етпе маған. Сіз мені сен де указать етпе орныңа бар деп. Онда айналайын. Керек жоқ. Блогер болсам болыпсың, маған керек жоқ ондай блогеріне. Түсінбедім. Сұраққа жауап бересіз ба? Сұраққа жауап Мен жауап бермеймін сізге. болды. Сіз кімсіз? Мен танып тұрмын. Сұраққа жауап бересіз. Сіз ояққа приказ беретін кімсіз? Жоқ, талап қояды. Кімсіз сіз ол? Ояққа приказ беретін кімсіз? Жоқ, сіз Жұмыс беруші тарапынан келіп Ол жаққа неге приказ беріп тұрсыз? Ол жаққа неге приказ беріп тұрсыз? приказ беріп тұрған жоқ. Жаз, үйт деп неге приказ беріп тұрсыз? Мен тоным сондай. Жоқ, ұсыныс енгізді бар хаттамаға. Мен тоным сондай апай. Бастарсыздар деп. жұмыс беруші тарап сәл сабырға Менің келейік. тоным сондай апай. Жұмыс беруші тарап сәл сабырға келейік. Иә, сәл сабырға келейік, орнымызға отырайық. Енді мен сіздерге айтайын.
жаңа айттық қой, ережелерге барынша сақтай отырып, бір бірімізге сыйластық. Жұмыс беруші тараптан қандай да бір сұрақ қойып тұрса, сұраққа жауап бере алатыныңызды, бере алмайтыныңызды айтайық, болды. Ал сіздер тараптан да ол жаққа сұрақ қоя аласыздар. Камера түсіріп жатыр ғой барлығы. Ол жаққа да сұрақ қоя алатыныңызды, қоя алмайтыныңызды барлығы жарайды, түсінікті. жауап берсе, береді, бермейді. Мен айтайын, маған сұрақ қоятын тарап сіздер. Бұл кісі емес. Енді иә сіздер тараптан да сұрақ қойыла Ол кісі кім? Мен түсініп тұрған жоқ. Бұл кісі кім? Директормен договор қылып жатқан адам ғой бұл. Кім бұл кісі? комиссияда ешкім отпаған. Жұмыс беруші? Жұмыс берушінің Маған жұмыс беріңіз ба сіз осы уақытқа дейін? ол өзі өкілі жұмыс беруші. өкілі айтты. Жоқ, сіз ғой жұмыс беруші деп жатқан. Комиссияға қатысы жоқ. Комиссияға қатысы жоқ. Түсініп тұрмын. Комиссия қатысы жоқ екен, түсініп тұрмын барлығын. Иә, комиссияға қатысы жоқ. Жауап беруге міндетті емессің. Комиссия өздері отыр ғой, комиссия құрылды ғой сол сұрақты қою үшін. Сіздер қойыңыздар сұрақ, мен жауап берейін. Жаңа Сәуле апай қойды, сен жауап бердің. Иә. Қалған апай қойсаңыздар. Басқа Вот, сұрақ ол осы кісілер қойса, сен жауабын бер. Мен сұрақ қояйын. Аяқ игнорить ету. Жаңағы мына Сағындық мырза соңына қойып қалдым ғой, мен сұрағым жауап бермейміз деп шығып кетті ғой. Мен жаңа жаңағы сұрағына бір сұрағына мен жауап берейін. Басында келісіп барлық камераның алдында. Иә, осы камераның алдында. Иә. Кетіп шығып кетеді. Тұра берсін. Мен де шығып шашты. Бірінші хаттама бармайды. Бірінші отырсын хаттамасы. Алып кете аламыз ба? Неге? Сізге көрсетілді ғой. Хаттама көрсетілген жоқ. Хаттаманы сізде жолдауларыңыз керек қой. Не арқылы почтамен жіберейік, почтамен жіберейік, сол дұрыс өткені жіберейік. Қалай келісіп қой, почтамен жіберейік. Бар. Таныса аламыз ба қазір? Не жазылғанмен? Асыл солсыз танысасыз, ол ешқандай да еш жоқ. Сіздің өтінішіңіз қанағаттан жоқ. Білемін мен. Қосылды ма? Кейсін шамал ұстай тұрсаңшы. Неге кетті? Уборныйға кетті. Өзінің жекеңіздің бұл жерге қатысы жоқ, жекеңізге неше видеоға түсіріп қаласыз. Қарсы тарап емес. Жоқ. Мысалы мен өзім қарсы, сіздің Фейсбукқа жариялауыңызға қарсы болдым. Мысалы екеуміз сөйлесейікші, қалғаны жоқ деп ойладым. Қараңыз. Мысалы сіз жариялап жүрсеңіз, сіз маған жоқ, Тізебек мырза қараңыз. Иә, өте орынды айтып отырсыз. Егер де екеуміз арамызда бұл диалог. енді қараңыз енді, егер мен сіздің үйіңізге барып, или болмаса сізді көшеде белгілі бір жерде ұстап алып, түсіріп, рұқсат алмайшы, жоқ, рұқсат алмай сонда сізді түсірсем, мысалы төлеміс Тізебек Маратбекұлы, сіз осындай мектеп ұжымында келісу комиссиясының төрағасы, маған жауап беріңіз деп сізді мен Магнумда ұстап алып түсіріп жатсам, или көшені мектептің алдында ұстап алып түсіріп жатсам, сіз егер шығарып жарияласам, Азаматтық кодекстің 145 статьясы бар, яғни бап бар, өз бейнесіне құқық деген бар. Сол бойынша сіз мені сотқа бере аласыз. Түсініп отырсыз ба? Енді қараңыз. Мен қазірде видео әлі жүріп отыр, менде өшірген жоқ. Енді қараңыз, тоқтайтыңыз жоқ. Енді мен түсіндіріп жіберейін да, енді сіздің сұрағыңызға параллельно түсіндірейін. Енді қараңыздар. Мына ұжымдық комиссия, ұжымдық комиссияның төрағасы, ұжымдық комиссияның мүшелері болып жиын өткізгеннен кейін бұл уже сіздің жеке басыңызға ол статья жүрмейді уже. Түсініп отырсыз ба? Өйткені бұл біріншіден сіз мектепке қандайға? Енді ұнамаса сотқа берсеңші. Мен жариялау үшін ешкімнен құқық сұрамаймын. Иә. Сосын сот бағасын береді. Қазір бұл жерде заңгер ретінде адвокат мырза да ешқайсымыз бұл жердегі қазіргі болып жатқан әрекетке біз құқықтық баға бере алмаймыз.
түсініп отырсыз ба? Құқықтық бағасын сот береді. Видеоның ішінде мен Түсінесіз ба? болғаннан кейін сіздің екеуміздің арадағы диалогта Оны түсіре аламын и оны жариялай да аламын. жариялай аласыз иә, сіздің ойыңызша. Жақсы, түсіндім. Осыны сіздің келісіп алып жатырмын. Бірақ ертеңгі мен сізге ешқандай да жауап бермей жатқан жоқпын. Бірақ мен тараптан мен қарсымын. Білем, иә? Түсіндім ма? Жариялайсыз. Бұл мәселе бойынша менде бірінші рет әрекет болып жатқан жоқ. Иә. Мен просто диалог ретінде Практикамда болған бұл. жеке өзіңіздің араңызда. Та кім айдос келсін. Айдос келсін сосын жалғастырамыз. талқылау бітті, сіздердің шешімдеріңіз қалды. Бұл қайттан біз бастап неге алмадым, неге бермедім деп қайттан бастап жатырмыз да. Заново. почта мәселесі. почта мәселесі 16 март 14:35-те почтальон жазып жіберіпті. Жоқ, жіберді ғой, бірақ сізге Жібергенде барып тұрған жоқ, қолында тұрмай қараңыз. Кеп тұр сізге. Ол сіздің қол қоймағаннан кейін ол алып кетеді қайттан. Дұрыс қой енді. Дұрыс, уақытын қарасаңызшы, 14:35-те. 14:35-те болды. келді. Ол маңызды емес ол. Ол маңызды емес, ол Дұрыс, просто ол- сізге жоқ. үйде жоқ болдыңыз сіз, иә? Иә. Комиссия мырза былай ғой, сіздің 16 күн сағат 3-те шақырған жиыныңызға почтальон хатты 14 деңгейде 14:35-те. Сіз 3-ке шақырғансыз. Оған қатысуға бірінші барып тұрған кезде нешеде жоқ, енді қарасаңызшы, Бірінші болды ғой. сіз былай ғой, қараңызшы. Ол мәселе ол күні барғанда емес. Мәселе бұл кісіге ол хатты қолына беріп алып танысқанда. Түсініп тұрсыз ба? егер Сіз ол егер бір жақта 2-3 күн бойы басқа жақта жүретін енді почтальон келеді екен деп отпайды болды. Дұрыс па? Енді қараңыз. Дәл сол күні тағы да екінші хат жолдағансыздар. Бүгінгі күнге, дұрыс па? Айдос оны заранее алды, танысты, көрді. Енді келіп отыр. Ал мынауыңызды 4:35-те алған. Оны түсініп тұр. 2:35-те. Алдындағысы жөнінде анықтап алып жатырмын. Оны баста анықтау керек еді негізі. Енді қазір комиссия мүшелерімен дауысқа салып шешім шығып, сіздерге арнайы хатпен жолданатын болады. Таныстырмайсың ба осында? Осы жерде? Таныстырып, содан кейін барып хаттаманы жолдайсыздар ғой. Қарамаймыз. Шешімді айтпайсыздар ма бүгін? Дауысқа салып шешім шығып хатпен жолданатын болады. Онда не үшін келдік? Хаттама дайындалады, сол жібереді. Хаттама дайындалады, енді шешімді дайындалған шешіммен танысып, содан кейін барып хаттаманы күтпейтін де шығар. 3 күннің ішінде беріледі. Хаттаманы береді ол, беретін мерзім аға. Ол, 159 статьяға сәйкес. Соза бермейік енді. Ешкім созып жатқан жоқ, сыртқа шығайық, күтейік. Жолданатын болады. Дұрыс Жоқ, хаттама жолдамайды ол. Хаттама Сіз шешіміңіздің нәтижесін күтейік та енді. Алып кетейік та. Біліп кетейік та. Сотқа береміз ба, бермейміз ба деп кетейік та. Сіздерге айттым, 3 күн ішінде. Жоқ, тоқтай тұрыңыз, Жүзелбек мырза. Адвокаттарыңыз тұр ғой. Еңбек кодексінің 159 статьясында жазылған келісу комиссиясының хаттамасын жолдайсыз 3 күннің ішінде, дұрыс па? Иә, дұрыс. Ал енді шешімнің нәтижесі бойынша біліп кету керек бұл кісі. Өйткені неге? Әрі қарай бұл кісі сотқа жүгіне ма, әлде сіздің шешімдеріңізді негізге алып, бір айдың ішінде қайттан жұмысқа орналаса ма? Егер келіспеген жағдайда Ой, сіздер қандай адамсыздар? Келіспеген жағдай. Значит, сіздер уже шешім шығарып қойғансыздар. Жиынды для галочки өткізіп жатсыздар. Жоқ, сіз кешірім сұраймын. Мен қазір заңға сәйкес талап қойып отырмын сіздерге. біздің ойымыздың атынан неге сөйлейсіз сіз? Мен сізге қазір талап қойып отырмын. Сіздерге біз шешім қабылдауға мүмкіндік береміз. Сіз қараңыз, жоқ, есіңіз кімеді аға сіздің? Сіз адвокатсыз ғой енді, Серік мырза, қараңыз, заңды заңгерлер түсінеді ғой, енді қараңыз, Серік аға. Сіз заңгерсіз ба? Заңгерім, аға, енді Дипломыңыз бар қараңыз. ма? Дипломым бар, оған қаяқта? Көрсетіңізші. Көрсетіңізші. Удостоверение көрсетейін адвокаттық. Қазір тоқташы, көрсетеміз. Тоқтай тұр. Асық па? Не етпеші? Басыл, тоқтай. Тоқтай тұрыңыз, шешім шығарады. Иә. Хаттаманы жолдауға міндетті ғой 3 күннің ішінде. Дұрыс қой? Иә. Тоқтай тұрыңыз. Міндетті, иә, хорошо. Шешімді таныстыруға міндетті емес па? Камераны не үшін қостық онда? Жоқ, ол қазір бұлар 1 сағат отырады, 2 сағат отырады. Одан кейін хаттама. Аға, сіздің уақытыңызды алып жатқан жоқпыз біз. Біз қазір 1 сағат, 2 сағат күтеміз. Жиналыс бітті. Сіз шыға берсеңізші. Біз Жиналысты сіз жаппайсыз. Біз күтеміз. Сіз жаппайсыз. Шығаратын кімсіз бізді? Жоқ, тоқтай тұр. жиналыс бітсе камераны өшіруді сұрайды. Жиналысы осы кісі бітіре ма не? Мен айтып отырмын, ол бүйтіп басқан жоқ. Ол кісі егер де қандай да бір тарап Неге бұл кісі шешім қабылдап жиналыс отыр? басшысы. Жоқ, бұл кісі неге шешім қабылдап отыр? Мен қабылдаған жоқпын. Сіздер негізсіз Тоқтай Сіз тұрыңыз. шығып кете берсеңізші, сізді кім ұстап тұр бұл жерде? Ешкімді қабылдамаған Айқайламаңыз маған. Айқайламаңыз, мен айқайлап тұрған жоқпын, айқайламаңыз. Басымды қатырмаңыз дейсіз ба маған? Көргенсіз дейсіз? Түсірші осыны. Көргенсіз деп жатырмын мен. Иә. Еще ұрып кет мені. Түсір, көргенсіз деп жатырмын. Түсірсеңізші, түсірсеңіз. Бұл кісінің әрекетіне бөлек береміз. Сабыр сақтайық. Қараңыз, сіздің құқыңыз бұзылып жатқан жоқ бұл жерде. Бұл жерде сіздің құқыңыз бұзылып жатқан жоқ. Бұл кісілердің құқығы бұзылып жатқан жоқ. Сізді жалдаған Будановтың құқығы бұзылып жатқан жоқ бұл жерде. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Тоқтатылсын. Өшірме камераны, өшірме. Камераны өшірме. Өшірме камераны. Біз Мен қазір көргенсіз деген сөзіне жүзек шақырамын осы жерге. Шақыр.
Жаман. Бөлек те болайыншы. иә біздің шешім қабылдау мүмкіндіктері де сотқа барыңыз. Сізді күтеміз шешіміңізді. Сосын, мәселе сол. Иә. ана телефонға алып қойып кімдікі сіздікі сыртта күтіңіздер шешім қабыл Жоқ, өшпейді ол. сіздердің келісіммен қарасыңдар Өйткені қандай нәрсе болғанын білмейсің ба? Жоқ. камера қосу міндетті емес. міндетті емес біз шешім қабылдайды кезде ма? Өшіре берсін, өшіре берсін. сіздер сыртта тұрыңыздар Өшіресіз ба камераны? Өшіріңіз. өшіріңіз Камера өшірілді. сыртта күтіңіздер Жоқ, айтшы, асықпа. Деңгейін көріп тұрсың ғой, ол тасашы. Ашшы. Шүйтіп аласың өтіп тұр. Адвокаттар алқасына не жазасың, ар жазасың, мал ғой. Ондайлармен сөйтіп сөйлесу керек қой, не істейсің ба? флешка дайындап берсеңіздер. Жоқ, сіздер жазып береміз деп біздер предоставить етеміз деп міндеттемен алдыңыздар. Флешкамен бересіз бе, дискімен бересіз бе, айтып жүрсіз. Сіздердің вопростарыңыз. Біз әлі камера өшкен жоқ менде. Қайтадан кіреміз Ал ол камера. ертең сіз сонда жазбаны ертең саласыз ба? Мен бұл залған салам ба салмаймын, ол уже менің проблемам. А сіздер уже доставить етесіздер. Келісім. Мен келісімді бұзып жатқан жоқпын. Мен сіздер комиссияны мен сіздер түсірген жоқпын. Мен өзім түсірттім бәрін. Бірақ ана адвокаттың жаңағы әрекетіне мен қазір адвокаттың көшіру құжаттарын көшірмесін міндетті түрде алдырдым. Өйткені қазір мына кісіні Жоқ, адвокат кім береді? Берді ғой ол кісі. адвокат берген жоқ Маған бізге. бізге береді. Бізге береді.